Балалар, бүгін 75-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы 48-ді 2-ге бөлу, 482-ге бөлу, 480 20-ға бөлу түріндегі бөлу тәсілдері. Бірінші тапсырма: әлемдегі ең биік ғимараттардың атауын және биіктігін біліп ал, метрмен. Енді бұл жерде бізге 4 ғимарат берілген. Есептің мәнін табамыз. Бірінші есептің мәні 828. 828. Бұл Бурдж Халифа ғимараты. Екінші есептің мәні 701. Бұл дегеніміз корольдік сағат мұнарасы. Келесі есеп 632. Шанхай мұнарасы. Келесі 541. 541. Бұл дегеніміз бүкіл әлемдік сауда орталығы Нью-Йоркте, яғни ақш қаласында орналасқан екен. Келесі тапсырма. Екінші тапсырма ауызша. Бұны үлгіге қарап, өзіміз дәптерге көшіріп, теңін шығарамыз. Бірінші 40-ты 8-ге қосамыз, одан шыққан санды 2-ге бөлеміз. 48-ді 2-ге бөлсек 24. Келесі ауызша түсіндіре отырып есепте. Үшінші тапсырма 46-ны 2-ге бөлеміз. 46-ны 2-ге бөлеміз 23. 23. 840-ды 2-ге бөлеміз. 840-ды 4-ге бөлеміз 220. 880-ді 40-қа бөлеміз 22. 36-ны 3-ке бөлеміз 12. 630-ды 3-ке бөлеміз 210. 630-ды 30-ға бөлеміз 21. 86-ны 2-ке бөлеміз 43. 43. 770-ді 7-ге бөлеміз 110. 770-ді 7-ге бөлеміз 11. Келесі тапсырма: дөңгелек ішінде берілген сандарды екі қосылғыштың қосындысы түрінде жаз. Бірақ қосылғыштан әрқайсысы көрсетілген санға бөлінуі керек. Бұл дегеніміз 24. 14-ке қосамыз 10-ды. 14-ке қосамыз 10-ды. Тең болады 12. 24-ті 2-ге бөлеміз 12. Келесі 35 қосу 30. 35 қосу 30. Тең болады 13. 65-ті 5-ге бөлеміз 13 шығады. Келесі 220. 220 қосу 200. Тең болады 420-ны 20-ға бөлсек 21. 21. Келесі тапсырмаға өтеміз. Есептерді шығар. Қалада 4 ықшамаудан салынды. Әр ықшамауданда 23 үйден және 14 үйден тұратын 2 тұрғын үй кешені бар. Барлығы неше үй салынды? Ә тапсырмасы: салынған балалар қалашығын сырлау үшін 990 теңгеге 3 кг бояу сатып алынды. 2 кг бояу үшін неше теңге төлеу қажет? Ол үшін 4 ықшамауданды 23 үйге көбейтеміз. 4 көбейту 23. 4 көбейту 23 қосу 14 көбейту 2 тең болады. 4-ті 23-ге көбейтсек 92, 14-ті 2-ге көбейтсек 28, екеуінің қосындысы 92-ге 28 қоссақ 120. Барлығы бізде 120 үй салынған екен. Жаңа салынған балалар қалашығын сырлау үшін 990 теңгеге 3 кг бояу сатып алынды. 2 кг бояу үшін неше теңге төлеу қажет? Енді 990-ды бөлеміз 3-ке. Тең болады 330. 2 кг бояу. 330-ды көбейтеміз 2-ге. Тең болады 660. Бізге барлығы 2 кг бояуға 660 теңге төлеу қажет екен. Келесі тапсырма: әртүрлі тәсілдердің көмегімен есепте. Енді бұл жерде біз бірінші жақшан ішін орындаймыз. Жақшан ішінде қосу амалдары берілген. Жақшадан шыққан санды
бөлеміз бөліндіге. Енді бірінші есептің мәні 80 шығады. Екінші есептің мәні 10, келесі 40, келесі 4, одан кейін 5, одан кейін 10. Жетінші есеп. Ауызша түсіндіре отырып есепте. 24-ті 2-ге бөлеміз. 12 өте оңай есеп. 11, 22, 31, 110, 230, келесі 23, келесі 320, келесі 32. Келесі есептің мәнін айта кетейін. 720-дан 360-ты аламыз, одан шыққан санды 90-ға бөлеміз. Сол кезде шығады бізде бірінші бөлімді орындаймыз. 360-ты 90-ға бөлеміз. 720-дан сол бөлімдеден шыққан санды алып тастаймыз. Бізде тең болады 716. Келесі есептің мәні 140. Келесі соңғы есептің мәні 730. 730. Келесі 9-шы тапсырма. Әр шоколадтың астында бір бөліктің массасы көрсетілген. Шоколадтың барлық бөлігінің массасын тап. Яғни, бізде 50 грамм берілген. 50 граммды біз 2 шоколадқа көбейтеміз. 50-ді 2-ге көбейтсек, бізде бұл жерде 100 грамм шығады. 100 грамм. 30-ды 4-ге көбейтеміз. 120 грамм. 10-ды 8-ге көбейтеміз. 80 грамм. Кешірістер 800 грамм. Келесі тапсырма, соңғы тапсырма. Өрнектерді баған түрінде жазып, оларды есепте. Сіздерге тек мәнін айта кетейін есептің. Қосу және азайту амалдары берілген. Бірінші есептің мәні 906 шығады. 906. Келесі есеп 48. Келесі 836. Келесі 111. Келесі 738. 492. Келесі тиісті жерге арифметикалық амалдар таңбасы мен жақшаларды қой. Арифметикалық амалдар тақтасы дегеніміз, таңбасы дегеніміз қосу, азайту, бөлу және көбейту. Бұл жерде біз көбейту қоямыз. 8 мен 2-нің көбейтіндісі және одан шыққан санды 7-тен алып тастаймыз. Аламыз. 5 пен 3-ті көбейтеміз және одан шыққан санды 4-ке қосамыз. 20 мен 5-ті көбейтеміз, азайтамыз. Азайту. 2 мен 3-тің арасына азайту қоямыз және көбейтеміз. Азайтамыз, көбейтеміз. Көбейтеміз және көбейтеміз. Көбейтеміз және бөлеміз. Бөлеміз, бөлу және көбейту. Бөлу және көбейту. Балалар, үйде бұны өзіміз дәл осы амалдарды қойып тексеріп көреміз. Сау болыңыздар. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.